Ассалаумағалейкум ағалар, бауырлар, достар, тыңдармандар. Бүгін міне бізде обзорда МТЗ-892-2 тракторы. Интернетте түрлі видео обзорлар көп, барлығы орысша екен. Мен мына біздің қазақ бауырларымызға арнап осы трактордың техникалық ерекшеліктерін түсіндірсем, сыртқы кескінін, ішіндегі басқару құралдарын түсіндірсем деп осы обзорды түсіргелі отырмын. Қысқаша ғана обзор болады. Кімге керек қараңыздар. Енді бұл тракторды айдап жүрген адамдарға қара деп айта алмаймын. Бірақ мына жаңадан тракторды көріп, жаңадан айдап алып жатқан адамдарға пайдасы болады. Өзімді бір ай болған шығар осы тракторды алып айдағаныма. Басында ештеңе білген жоқпын. Аннан-мыннан оқып, соған үйреніп айдап кеттім. Сол бойынша қысқаша түсіндіріп өтейін. Мына камерамды алысқа қойып алайын қазір. Трактор Беларусь 892. Моторы сериясы D245-5, 4 цилиндр. Объемы 475. Яғни бұл тракторде 90 аттың күші бар, 66 киловатт. Трактор 4x4, артымен қоса алдыда істейді. Міне балычный мост дейді, бұны түсінген адамға өте мықты мост. Балычный мост. Трактор новый, 30 сағат болды жүргеніне. Бүгін ғана бірінші техникалық қызмет көрсету, яғни техобслуживаниесін істедік. Алдыңғы доғалақтары R24. Осындай жалпақ доғалақтар. Артқы доғалағы R34. Қазақстанда жасалған. Мына жандарын қарайтын болсаңыздар, мындай жауып қойған жандарын. Бұл енді орманды, ағаш көп жерлерде болмаса, біздерде жазық далада жұмыс істейміз, бізге аса қажет емес. Сондықтан трактордың мотор қызбасын деп біздер алып тастаймыз жұмыс басталғанда, яғни сезон басталғанда. Міне осылай жабылып тұрады. Мында компрессоры, аппаратура обновленный, европейский. Шатаспасам, чешский мадим. Но топливный фильтр, стартеры, но бачок, омыватель, телезеге су шашатын бачок. Так, bunu осылай жауып қоямыз. Артын айналдырып көрсетейін. Артында не бар? Стандартный заттар, бага осындай 130 литр кетеді. 130 литр. Вомның крышкасы да алынған жоқ, әлі тұр солай. Мына жақтарында не бар айтатын? Компрессордың бачогы. Бұл двигатель, турбированный двигатель. Негізі трактордың шығарылған мақсаты, ең бірінші мақсаты, бұл біріншіден ауыл шаруашылығы және де коммуналдық жұмыстар. Сондай жұмыстарға арналған екі бағытта. Енді трактордың ішіне кіріп қысқаша түсіндіріп өтейін. Басқару құралдарымен. Трактордың іші кең, обзор панорамный. Барлығы жалпақ, барлығын көріп отыруға болады. Алдын, артын, жанын. Яғни бұл тракторда мертвый точка жоқ, мертвый зона. Барлығын көріледі. Тракторды соңында қалай оталдыратынын көрсетерім. Барлық оқырмандарға, тыңдармандарға айтып өтейін. Мында бізде прибор.
приборда барлық зат көрсетілген. Міне бак, температура, мында давление майдың, аккумулятор, мына шкала компрессордың несі, ауасы, кнопкалердің аварийка, подфарниктер, терезеге су шашатын, омыватель. Мында кілтіміз. Үстін көрсететін болсам, мына арада магнитофон қондыратын жері бар. Мына жерде терезені сүртетін печка, төбесіндегі жанатын маячоктар, фары. Яғни ертең күн салған кезде күнді басқаратын құрылғылар мына үшеуі. Отырғышты ыңғайлы, жұмсақ. Так, енді бізде не ол мында? Сцепление, тормоз, газ. Мұнда бізде рычаг коробкаға қатысты бұл. Яғни таспақамен қоян тұр. Таспақа жай жүреді, қоян қатты жүреді деген мағынада. Пониженный, повышенный. Таспақа болса пониженный саламыз, қоян болса повышенный саламыз. Так, мұнда бізде ручной тормоз. Мұнда коробка. Коробканың рычагы. Қазір нейтрал кеде тұр. Коробка деген бізде 22 скорость. 18 алдыға, 4 артқа. Әрбір жұмыстың керегіне қарай ыңғайлы етіп коробканы қолданамыз. Коробканы мына жерден көруге болады біздер. Мына жерде түсінікті қылып барлығын жазып қойған. Нешемен келе жатқанда қандай скоростьті қолдану керек. Коробкасы 22 стопка. Так, сонымен қатар мұнда бізде передний мостты қосатын рычаг. Мынау яғни бұл үш положениеде тұрады. Соңына түсіріп қойса егер алды сөнеді. Неге ортаға қойса автомат ол, керек кезде қосылады, бұлай сөнеді. Ал ең үстіңгісі, үстіге тартсақ, ол деген әрдайым қосылып тұрады. Мұнда міне рычагтар бар. Мынау бізде задний агрегат. Тележка, косилка тіркеген кезде көтеру керек болатын болса, түсіру керек болатын болса, шамаға қарай осымен қимылдатамыз. Мынау бізде ручной газ. Жібереміз, тартамыз. Мынау бізде ВОМ, бал отбор мощности. Трактордың артына жалғанатын құрылғылар бар ғой. Косилка болсын, пресс болсын, соларды айналдыруға арналған құрылғы. Құрылғыны мына арада мощностін осы арадан қояды. 540 мың пайдалануына байланысты. Мына арада бізде сиденьенің несі, настройкілері. Атап айтқанда осы трактордың түсіндіретін простой трактор барлығы көрсетулі тұр, жазулы тұр. Алдында техника, машина айдап жүрген адам ғой. Оны айдау оп-оңай. Управлениясіне келетін болсақ, рулі жұмсақ, гормен жеңіл машина сияқты айдағанда. Солай айтсам болады. Өте ыңғайлы. Қалада да айдауға да, далалықта да айдауға да. Енді бұны оталдыруын көрсететін болсам, оталдырып сөндіретін. Тоже бірден қарап алыңыздар. Мына арада бізде масса. Масса осы арада. Былай қосамыз. Бросок масса қосылды. Массаны қостық. Камерам сөніп қалды. Массаны қосқаннан кейін көтті қосамыз. Міне шырылдаған дауыс естісеңіздер, бұл свеча накалывание дейді. Бұл тағы бір трактордың ерекшелігі. Қыста мұздайда свечаны қыздырады. Шырылдап болғаннан кейін барып тракторды оталдырамыз. Және бір ерекшелігі, мына трактор скоростьта тұрғанда, нейтралда тұрғанда оталмайды. Ол үшін нейтралдан солға қарай өтемізді повышенныйға қоямыз. Тек повышенныйда тұрған кезде трактор оталады.
Söndürетін кезде мында қызыл рычаг бар. Вот. Қызыл рычаг тартқаннан кейін барып сөнеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Осы видеоның біраз адамға көмегі тиеді деген үміттемін. Сізге де осындай трактор бұйырсын. Рахмет, сау болыңыздар.